Саламатсыздар ма, сүйкімді ханшайымдар мен ханзадалар? Сабағымызды бастаймыз. Сабақ ұнаса, комментарийға жазуды, подписацияны басуды ұмытпаңыздар. Әдебиеттік оқу 4-ші сынып, табиғат сипаты 53-ші сабақ. Бүгінгі сабақта мәтіндегі негізгі ойды анықтаймыз, шығармашылық жұмыстар жасаймыз. Сәйкестендір. Бірінші, мұғалімнің көмегімен табиғат құбылысын сипаттайтын сөздерді сәйкестендіріңдер. Мысалы, ашық аспан, сақылдаған аяз. Мына жерде берілген сөздерді бір-біріне сәйкестендіреміз. Ашық аспан, алай-түлей боран, шатыр-шүтір найзағай, жапырақ қар, ақ түтек боран. Гуілдеген жел, сақылдаған аяз, түнерген аспан, бет қаратпайтын аяз, аспан айналып жерге түскендей. Екінші, өзіңде далаға қарап табиғаттың бір бөлшегін сипаттап айт. Яғни балалар далаға шығып, қыс мезгілі болса, қар жауып тұрған болса, дала суық болса, соны өз ойыңмен, өз сөзімен сипаттап келтіріп айт. Қастек Баянбай ақын 1936 жылы Алматы облысының Алакөл ауданында Талдыбұлақ деген жерде дүниеге келген. Ақынның өлеңдерінде балалар өміріндегі оқиғаларды қызық та түсінікті тілмен баяндаған. Араша, Ақшағала, Құс сүті, балаларға базарлық деген және басқа да кітаптары өте көп. Түсініп оқы, не жауып тұр? Қоюланып қара бұлт, төкті көктем жаңбыры, шыға алмай далаға, отыр елдің барлығы. Нан жауып тұр, нан жауып, деді көкем көңілді. Өзі соған таң қалып, отырғандай көрінді. Сүт жауып тұр, сүт жауып, деді апам қуанып. Тегін аққа жұрт қарық, болатындай бір ауық. Нұр жауып тұр, нұр, нұр жауып, деді әпкем жымиып. Қолда ұршығы зыр қағып, отырған жіп иіріп. Осы сәтте өз сөзін көкем қайта жалғады. Шаш етектен өссегін, сол ғой нанның жауғаны. Апам сондай емес пе, ойлайтыны малқамы. Сиыр тояр көгөссе, сол ғой сүттің жауғаны. Шешіп ойын жұмбақша, әпкем тағы сайрады. Қырда қызыл гүл жапса, сол ғой нұрдың жауғаны. Сөзді бөлмей тыңдадық, шуламадық, күлмедік. Сыртта жаңбыр тұр жауып, елге нан, сүт нұр болып. Балалар, енді осы өлеңнің түсінігін айтамыз. Қоюланып қара бұлт, яғни келіп, көктем жаңбыр жауды. Шыға алмай барлығы далаға, отыр үйде барлығы деді. Нан жауып тұр, нан жауып деп көкем көңілді айғайлады. Ал сүт жауып тұр, сүт деп апам қуанып. Бір жұртқа тегін ақ мол болатындай бір қуанды дейді. Ал нұр жауып тұр, нұр жауып деп әпкем жымиды. Көкем сөзін қайта жалғады. Шаш етектен егін өссе, нанның жауғаны сол емес пе? Апам сондай малдың қамын ойламай ма? Сиыр тояр көгөссе, сол ғой сүттің жауғаны дейді. Әпкем де мына жақтан сайрады. Егер қызыл гүл қырдың бәрін басса, нұрдың жауғаны осы емес пе? Сөзді бөлмей бәрін тыңдадық, шуламадық, күлмедік дейді. Жаңбыр жауып тұр, елге нан да, сүт те нұр болып дейді. Балалар, бұл өлеңде бір ауық деген сөз, бір мезгіл деген мағынаны білдіреді. Шаш етектен деген сөз мол, орасан, көп деген мағынаны білдірсе, аққа қарық болу деген сөз сүт өнімдерінің мол болуы. Яғни бұнда ақ дегеніміз айран, сүтті айтып тұр. Үшінші, отбасы мүшелері жаңбырдан қандай жақсылық күтеді? Яғни отбасы мүшелері жаңбырдан шаш етектен егін өссе,
сиыр көкке тойса, қырдың бәрін қызыл гүл жапса дегенді күтеді. Дәлелде, 4-ші, жаңбырдан басқа табиғат құбылыстарының адамзат тіршілігі үшін қандай пайдасы бар? Табиғат құбылыстарының пайдасы өте көп. Мысалы, қар. Қысты күні қар мол жауса, жазды күні егін көктемде мол шығады. Себебі қардың астында шөптер ақырын өсіп жетіле бастайды. Бұлт суретіндегі сөздерді көп нүктенің орнына қойып, өлеңді толықтырып оқы. Жаңбырға 2 өтініш. Яғни балалар, мына жерде суретте тезірек, төңірек, бұлданба, бұлманға, қырманда, көбірек деген сөздер берілген. Осы сөздерді мына өлеңнің көп нүктенің орнына қойып, өлеңді оқимыз. Жаңбырға өтініш. Көктем бұлты көңілді, қуантады өңірді. Балалар да қарсалар, былай-былай ән салар. Жау-жау жаңбыр көбірек, гүлге орансын төңірек. Шалғын өссін жайқалып, егін өссін тезірек. Біздің жаққа жиі кеп, әлсін-әлсін құйып өт. Қазір егер көп жаусаң, жердің берер сыйы көп. Күзде болса күн бұлттау, маңай тартар сұрғылттау. Балалар да көңілсіз, тілек айтар тегінсіз. Жаума жаңбыр бұл маңға, жауамын деп бұлданба. Егін жатыр жиналмай, бидай ашық қырманда. Несіпбек Айтұлы. Балалар, бұл өлеңнің түсінігін айтатын болсақ, яғни көктем бұлты көңілді боптыр. Барлық адамды, өңірді қуантады. Балалар да қарсы алады. Балалар қуанғаннан ән салады. Жау-жау жаңбыр көбірек, гүлге орансын тезірек дейді. Яғни шалғынымыз өссін, шөптеріміз, егініміз өссін бұлманға. Жайқалып өссін. Біздің жаққа жиі-жиі келіп құйып тұр. Қазір сен көп жаңбыр жаусаң, жердің бізге беретін сыйы көп. Күзде күн бұлттау, маңайдың бәрі сұрғылттау боп тұр. Балалар да көңілсіз, тілек айтады үнсіз дейді. Яғни жаума бұл жаққа жаңбыр төңірекке, жауамын деп бұлданба дейді. Себебі өйткені егін жиналмай жатыр. Бидай ашық қырманда тұр дейді. Балалар, бидай егін жиналмай жатып, бидай қырманда ашық тұрса, жаңбыр жауса, онда не болады? Онда ол егініміздің бәрі босқа шіріп кетеді. 6-шы, балалар жаңбырға неліктен әртүрлі өтініш айтады. Жаңа ғана айттық, жаңбыр жаңа көктем келген кезде құйып жау, біздің егініміз жайқалып өссін, гүліміз жайқалып өссін дейді. Ал күзде бізге жаңбыр жаумай-ақ қойшы. Біздің жаңағы айтып өткендей қырманда бидайымыз ашық, егініміз әлі жиналған жоқ дейді. Егер ол кезде жауса, онда барлығы босқа, еңбектің бәрі босқа кетеді. Қорытындыла. 7-ші, жаңбыр жауса ел ырысы деген халық нақылын пайдаланып, өлеңдердің негізгі ойын түсіндіріңдер. Яғни жаңбыр жауса ел ырысы деген, жаңбыр жауса егін көп болады, шөп көп болады. Егін шөп көп болса, малдың қарны тояды. Егініміз көп болса, халықтың қарны тояды. Яғни бұның жаңбырдың пайдасы бізге орасан зор. Халықтың арысы берекесі кіреді. Өлеңдердің ұнаған шумағын жаттап ал. Үй жұмысы. Балалар, қалаған өлеңімізді жаттап аламыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Ал сабақ ұнаса, подписаться басуды, лайк басуды ұмытпаңыздар.